Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Уағалейкумассалам. Ереке, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Қазір мен сіздерді Бұны есіңізде сіздерде шоқыласыздар. Ол не нәрсе? Бір апайымыз мемлекеттен тегін қайтарып 500 мың теңге ұтып алған. 500 мың теңге? 500 мың теңге, е. ол ма? Қараңыз, тағы да 3 миллион теңгені тегін берген. Бар жоғы соны алу үшін 2 ай ғана оққан, кәдімгі абсолютно тегін берген ғой. Жақсы, көрейік, бірақ мен сенбей тұрмын. Ой, сенбейсіздер ғой. Мен қазір сол кісімен сөйлесуге қарай бара жатырмын. Жақсы, көрейік. Кездесем қазір, нақтысын бәрін сұрайын. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Мына жақта екен 203 дейді, жоқ, бұл жар емес. Мына жақта бір ол керек. 210. Бұрышта отыр екен ғой, міне. Қараңыздар. 206 міне отель. Қазір кіріп көреміз. Сара апай, саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсымын, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Сізге мен асығыс неге келді дейсіз ғой? Сіздің 3 миллион теңге, 500 мың теңге алғаныңызды әріптестерім айтсам сенбейді? Соларға қазір видео звонокпен қазір түсіндіріңізші сол кісілерге. Қазір мына жерге қояйын. Көріп тұрсыз ғой, иә? Ең бірінші 500 мың теңгені алдым. Қайдан алдыңыз? Бастаудан алдым. Екінші, қолдауға барып, өкімет маған осы 3 миллион теңгені берді. Оған мен лазер станок алдым. Жақсы алдыңыз ғой, мен дәл солай ана кісілерге айтып отырмын, ана экранда тұрған 500 теңгені алды десем, ол мүмкін емес, оны қайда бару керек, егер ол алатын болса, біз неғып алмай жүрміз дейді. Ең бірінші мен өзім үйде отыра бергеннен кейін кішкене бір жұмыс істейін деп, неден бастайым дедім тағы, не қолымнан келеді, не істеуге болады деп. Содан осы бір таныстарым осындай кісілерге садақа қоры деген тегін оқуын оқытады екен деді. Тегін оқытады екен деді, е? Тегін оқытады екен деді. Енді қараңызшы, бұл садақа қорына келіп, оқуыңызға не түрткі болды бұл жаққа келуге? Басында немен айналыстыңыз, бір кәсібіңіз болды ма? Әрине кәсібім болды. Ең басында жас кезінде мен мұғалім мамандығын бітіріп, кішкене аз оқыдым, аз жұмыс істедім бірақ о жерде. Ол 90-шы жылдары болды. Сонымен өкімет бәрі ауысып. Амал төкпелі болып кетті ғой заман. Содан кейін базарға шығуға амал болды. Базарға шықтым. Базарға шығып, сауда жасап, үйтіп, бірақ одан кейін кішкене ауырып қалды. Екі бүйрегім солып, отказ берді. Гемодиализ аламын негізінде. Бірінші топ мүгедек. Сонымен... Ama үйде емделуге тура келді? Үйде емделуге емес, аптасына 3 рет өмір бақи сөйтіп барамыз. Диализ аламыз, қанымызды тазартады ол. Шын айтса мен... Аптасына 3 рет? Аптасына 3 рет. Неге оқымасқа дедім, неге бармасқа. Әйтеуір қолым, аяқ қолым сау ғой дедім, бүйрегім істемесе де аяқ қолым сау, Құдайға шүкір дедім да. Барып оқып алдым. Қанша оқыдыңыз? 1 ай оқыдым. Ол жерде не оқыдыңыз? Осы тігін оқыдыңыз? Тігін оқыдым ол жерде, иә. Ақылы оқыдыңыз ба? Жоқ. Тегін? Тегін оқыдым. Тегін оқыдыңыз ба? Тегін оқыдым. Өйткені менің... Үйреніп шықтыңыз, одан кейін жаңағы бизнес бастауды айтып отырсыз ғой, е? Иә, одан кейін... Оны қаяқтан естіп, қалай бардыңыз? Не деп бардыңыз? Енді одан да шын айтса бір таныстарым айтты, соған сол арқылы Атамекенге бастауға бардым, оқыдым. Қанша жаста болдыңыз ол кезде? Садақа қорына барып оқыған кезде 47 жаста болдым. 47 жасымда тоже сол бастауды оқып бітіріп, 500 мың теңгенің сертификатын алып, бизнесімді, планымды қорғап, машинкалар алдым, жақсы промышленный машина, 2 машина алдым. Ақырында бизнесімді бастадым. Постельный бельені бастадым, содан тігіп, сонымен бастап тағы да дамығым келді да. Қазіргі заманда бізде қазақи көрпешелер, солар модаға шықты негізінде. Соны тіге бастадым. Ол енді кішкене өзім қолмен қиюға ыңғайсыздау, қиын болды да, ұзақ болды да. Сонымен тағы осы бастау проектісін оқып жүрген кезде
бізге келесі жылы осы сертификат алғаннан кейін, сертификат 2 жылға жарамды, келесі жылы тағы 5 миллионға қатыссаңыздар болады деді. Сондай сөз айтты. Сонымен ойланып жүрдім да, неге мен осы лазер, сол қолымызбен өрнектердің бәрін қиғаннан кейін, қиында болғаннан кейін, немен тағы қиса болады деп өзім зерттедім, іздендім, зерттедім. Сонген ютубқа кірген кезде лазер шықты. Арманым лазер болды. Сонген қатысам дедім, 5 миллиондық неге қатысам, жобаға қатысам деп қатыстым. Қанша уақытта алдыңыз? 1 айдан кейін алдым ғой. 1 айдан кейін. Кәдімгі картаңызға ақшаны аударып жіберді ме? Картаға ақшаны аударып жіберді. Сіз басында сендіңіз бе оған? Сенген жоқпын. Иә? Иә, шын айтса сенген. Сіз айтсаңыз сене ме? Мысалы, мына экран жағында отырған менің әріптестер тыңдап отырған сенбейді олар. Қазір енді өздерінен сұраймыз. Сену керек. Сасқалақтап қалдыңыз ба? Әрине, сондай өкімет көмек беріп, қолдап, біз сияқты жандарға мүмкіншілік беріп атқан кезде неге қолданбасқа? Неге бизнесті жүргізбеске? Неге тағы да осындай жұмыс іздеп жүрген қыз-келіншектерге жұмыс бермеске деп, сол лазерді алып, қасыма 2 қызды алып, жұмыс істеп жатырмын қазір. Бұл енді қарайласқан әдемі бір үлгісі ғой, қарайласудың, е? Әрине. Сізге барлық жағынан қарайласып отыр ғой негізі. Аллаға мыңда шүкір, өкіметке мыңда шүкір. Өкімет енді маған шын айтсалар ғой, 100% енді көмек берді. Барлық жағынан маған көмек берді. Көрдіңіздер ме, маған сенбейсіздер. Мен қазір сіздерге осы жерде тұрған аппараттарды көрсетемін. Мына аппараттардың барлығын сол берілген ақшамен алдыңыз ғой, иә? Аппараттарды JAK F4 шинка. Мұны екеуін алдыңыз ба? Екеуін алдым. Мына үшін мына? Ол 3 миллионға алдым. Бұл не істейтін аппарат? Лазерный станок темірден басқасын бәрін кесіп, ойып шығарады. Керемет дүние. Өте қуаныштымын, шынын айтсам. Қуанышымда шек жоқ осы аппаратты алғаныма. Бұл аппараттың, осындай аппараттың бар екенін қаяқтан білдіңіз, өзіңіз зерттедіңіз бе, әлде өздері ұсынып берді ме? Жоқ, өзім зерттедім. Өйткені қазіргі заманда бізде қазақи тігіндердің бәрі шығып жатыр, сол жүзден қолымызбен кеспе кішкене қиналмай, осыған да кішкене берсе. Не істейтін көрсетіңізші, осымен істейтін не істей алады, қазір бар ма сізде кесіп алған? Иә, әрине бар. Мен мынандай ойып жатырмын, көрпе қыз жасауын, құрақ көрпеге міне оюлар, мынандай оюлар шығарады. Міне мынандай оюлар шығарады. Осы жаңағы аппарат өзі кесе шыға ма? Иә, кесіп шығарады, міне. Мынандай ою шығарады. Бәрін кеседі, бәрін күрделі, қиын, қандай кесе алмайтын адам қолдан келмейтін бәрін кесіп береді. Компьютерге салса болды. Мынаны қарасаңызшы. Кәдімгі теп-тегіс қандай. Сондықтан мынаны қолмен кесе алмайсың. Жаңағы мына аппараттың көмегімен. Міне. Бұлай жатқызып кесе ма? Иә. Көшеге қояды, тарс кесіп тастайды ғой. Иә. Отырмайсың, тез деп заказдар енді келеді. Мынаны өзіңіз үйреніп алдыңыз, аппаратты әлде біреу кесіп бере ме сізге? Кішкене ғана былай, бірақ балам келіп кесіп береді негізінде. Балаңызды үйретіп қойдыңыз? Баламды үйретіп қойдым. Отбасылық бизнес, иә? Иә. Қандай күшті. Әпкеге қараңызшы, бәрін айтып жатсыз ғой. Егер тыңдап отырмын, не? Өздері көріп отыр, қарап тұрсыз ғой. Кеңес беріңізші деп өтінсе кеңес бересіз бе? Әрине беремін. Бәріне беремін. Неге бермеске? Осындай бір-бірімізге қолдап, өкіметте маған қолдау көрсетіп, көмектескеннен кейін мен де көмектесуім керек. Ол менің міндетім. Бір-бірімізге қарайласатын болсақ, өстіп дамып кетеміз, иә? Әрине. Өстіп көтерілеміз. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бір-бірімізге көмектесіп. Өстіп. Қазір қанша тауып жүрсіз? Құпия болмаса айтыңызшы. Таза 200, 150, 200-дей болады иншалла. Таза. Бәрекелді. Рахмет сізге. Көздері жетті. Сіздерге де рахмет. Сіздерге де өстіп көрсетіп, елдің бәріне көрсетіп, бәріне осындай бар, өстіп бір-бірімізге көмектесе аламыз деп, сіздерге де сөйтіп айтып көрсетіп жүрміз. Сіздерге де рахмет. Жақсы. Табысыңыз өркендей берсін. Ауырмаңыз. Аумин. Айтқандарыңыз келсін. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Мен шығып кетейін. Міне. Енді қараңыздар, естідіңіздер, барлығын айтты. Енді осы грантты алуымыз керек қой. Тегін екен. Міне сенбейсіздер. Ал тәтеміз қараңыздар. Садақа қорынан тегін оқыған, тегін 500 мың теңге алған, тегін 3 миллион теңгені алған. Ойлаңызшы, қандай аппараттарды сатып алған. Барған соң тағы сөйлесеміз. Жақсы онда. Ассалаумағалейкум.